Ұстаздың берген тәрбиесі мен сапалы білімі оқушы үшін құнды әрі ерекше баға жетпес қазына. Ұстаздың берген білімін бойына толық сіңірген оқушы, елінің ертеңін көп ойлайтын, ұлт жанды, рухы биік азамат болып, тарихымыздың тұлғасына айналар хақ. Сол ертеңгі тұғыры биік тұлға бүгінгі мектеп қабырғасында жүр. Міне біздің Абылай Хан атындағы жалпы орта мектебінде бүгінгі күні ата-аналар мен мұғалімдер арасындағы ынтымақтастық, зияткер, құзыретті тұлғаны қалыптастырудың ашық алаң атты ашық есік күні ұйымдастырылып отыр. Ашық алаң атты шара күнінде білімді өз кәсібін жетік меңгерген, жылдар бойы шеберлігін шыңдай түскен, сабақ өту әдісі мен көрнекі құралдар мың түрлі тәсілмен құбылтып, пайдалана білетін дарынды ұстаздар сабақ өтті. Дәл бүгін 27 ашық сабақ, 10 тәрбие сағаты, 4 коучинг сабағы өтіліп, ұлағатта ұстаздар шеберлігін шыңдай түсті. Сабақ барысында түрлі тәсілдерді қолданып, әдістемелік әзірліктерін шебер пайдаланып, кері байланыс кезінде оқушылардың да көңілдерін күмбірлі күймен бір сергітіп алды. Өз ісінің қас шеберіне айналған ұстаздар оқушыны да бүгінгі дәстүрлі сабаққа қонақ болып енген мұғалімдер мен ата-аналарды лезде өзіне баурап алды. Бәрі сабаққа бір кісіде атсалысты. Ата-аналар мен ұстаздар арасында сабақтастық, ынтымақтастық орнатылып, оқушылармен бірге үштік одақ құрылды. Жаңартылған оқу бағдарламасы жаңа заман талабына сай, сан-саналы, сан түрлі тәсілмен меңгерген дарынды оқушылар да роботехникада жетік меңгеріпті. Заман талабына сай керекті әрі көрнекті бағдарламаларды да өздері жасайтын көрінеді. Бұны біз іске қосу дейміз. Бұны басқан кезде робот өзіне программаны өзіне алады. Ал бұны сыртындағы циркл дейміз. Циркл соны қайтадан өзіне айналдырып келеді. Ал бұл мотор біреу 50-де минус болып тұр. Себепті минус 50 болып тұр? Себебі ол жерде 50 минус ол айналады. Айналдырып кедергіні іздейді. Ал бұл жерде сағат бұл ультрадыбыстық датчик, бұл жерде ол роботты іздейді бұл датчик. Кедергіні іздеуге арналған датчик бұл датчигіміз. Ал бұл кедергіні тапқан кезде соған барып қара сызықтан шығарадым. Ал бұл болса дәл сондай датчик, бұл кедергіні көрген кезде тек алдыға жүріп соны итеріп шығарадым. Ал бұл түс датчигі тек қана қара сызықтан аспайды. Қазір оқушы үшін өте қарапайым, оңай түрлері көп. Бұрынғыда бағдарламаны жазып, компьютерге енгізетін болса, қазір арнайы бағдарламалардың түрлері көп. Арнайы блоктармен енгізіліп, орындарына қойып шығады. Мектеп оқушыларының еркін меңгеріп алуына жағдай жасалынған. Оның үстіне қызығушылығы одан да жоғары болады дейді маман. Жалпы бір сөзбен айтқанда оқушының ақыл ойына, ой өрісін, ойлау қабілетін дамытуға мектепте барлық жағдай жасалынған екен. Бүгін біздің осы номер 90 Абылай атындағы жалпы орта мектепте мектеп пен ата-ана арасына қарым-қатынастықты, ынтымақтастығын нығайтудың мақсатында өткізіп жатқан ашық есік күні болып жатыр. Барлықтарыңызға біздің мектепке келіп, балалардың сабағына қатысып, ата-ана өз көзімен көріп, баға берсін деген ойдамыз, жақсы баға береді деген ойдамыз. Мұғалімдердің дәрежесін көріп, осы Абылай Хан атындағы жалпы орта мектептегі атқарылып жатқан жұмыстарға баға беру деп, жақсы баға береді деп санаймыз. Барлық өзіміздің іс тәжірибемізбен бөлісіп, және де ата-аналармен қарым-қатынастықты ұлғайта отырып, оқушылардың білімін жоғарылата аламыз. Әйтпесе келген әртүрлі енді заманымызға сай робототехниканы көрдіңіздер. Оқушылардың құштарлығы, білімге деген солардың ынтасын артып жатқанын байқап отырсыздар. Кітап рухани қазына. Баланың кітап қызығушылығын, әлем кеңістігінде ғылымға деген құштарлығын ояту, баланың ақыл ой өрісі ғаламдық кеңістікпен кеңесуі, цифрлы жүйені жетік меңгерсе, жақын өмірдің жаңалық ашуға қадам басу болып саналады. Сондай-ақ бүгінгі ашық есік күнінде Сайрам аудандық орталық балалар кітапханасы, балалар әдебиеті, ұлт болашағы атты кітап көрмесінде кең көлемде ұйымдастырылып үлгеріпті.
Балалар оқуының мәселелері ересектерден басталады. Демек, отбасылық оқу үрдісін жандандыру, қалыптастыру мақсатында біздер бүгінгі ашық есік күніне келген ата-аналарға, балаларға арнап тұрақты кітап көрмемізді таңертеңнен кешке дейін күні бойына қойып, кітап көрмемізді насихаттап, ата-аналарды және де балаларды кітап оқуға шақыратын боламыз, баулаймыз. Білім өмір шырағы, кітап білім бұлағы, дейді атамдана қазақ. Кітапты көп оқыған оқушының ойы зерек, сөз байлығы мол, көркем сөздің сұлу сөздің шебері болады. Тұла бойы тұнған рухани қазына, пайымы толған парасатты ой айтатын, бүгінгі оқыған кітабының ертеңгі қазынаңа айналады. Қазіргі дамыған заманда балалар қазір гаджетке, ұялы телефонға, интернетке телмірген заманда балалар ғана емес, бұған ата-аналар да өзінің септігін тигізіп, балаларға кітап оқуды баулу үшін ата-аналардың бұл жерде еңбегі үлкен екендігін, кітап рухани сарқылмас қазына екендігін, кітаптың өмірдегі маңызы зор екендігін бүгінгі мақсатымыз осы жеткізу болып отыр оқырмандарға. Бүгінде білім саласында сапалы білім, саналы тәрбие беріп қана қоймай, оқушыларды еңбекке баулу үрдісі кең түрде орын алған. Түрлі бұйымдар мен қолөнер жасап қана қоймай, онсау сана өнер тамған оқушыларды бір қатар көрме байқауларға қатысып үлгеріпті. Сабақтан бос уақытта оюмен әуестенген өнер иесінің туындылары алыстан көз тартады. Мектеп көрмесінің төрінен орын алған оқушылардың туындылары сан алған. Бірі желкенді қайығы жасаса, енді бірі Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің макетін жасапты. Бірі жүк көлігін жасаса, енді бірі бәйтерек монументінің қаз қалпында бейнелепті. Нағыз шеберлер тұнған орта. Бұған 8 ай кетті. Мына жұмысымызға 2 айдай көлемінде кетті, бірақ бұл біз кеуірттің шиынан жасағанбыз. Бұған 1627 кеуірттің шиі кетті. Келесі жұмысымыз көлік. Балдарға жеңіл болсын, одан кейін оңай болсын деп, одан кейін біз материалды көбінесе жеңіл табуға, оңай табуға, одан кейін бұл ақшада тұрмайды ол, бірақ бұл магазиннен алынған коробканың сыртынан жасаймыз. Бұны боямаған себебіміз бұл шын картоннан жасалған, қағаздан жасалған екен деген неді мағынада жұрттар білсін деп бояған жоқ. Ендігі мынау түйе, бұның бәрі ағаштан ойып жасаймыз. Бұның өзі енді бізде шілей құралдарын емес, бұны жаңағы қашаумен, одан кейін балтамен шауып аламыз. Одан бұны назаршымен тазалап болған кейін біз бұны бірінші алиппен бояп аламыз. Бұл жұмыстарға 4 жұмысқа біздің 3 айымыз уақыт кетті. Әр сабақтың үстінде жаңағы оқушылар пайдаланып жасаймыз. Ендігі жұмысымыз бұл мынау бәйтерек. Бұл бәйтерек біздің біз жасаған себебіміз бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығына жасағанбыз оқушылармен. Бұда да осы кеуірттің шиін пайдаландық. Неге ол бір жағынан жаңағы табуға оңай, одан кейін оны істеу оңай. Бұған біздің 2 айымыз кетті. Оқушылармен бірге жасаған жұмысын. Бірақ біз көбінесе сабақтың үстінде жасаймыз. Келесі біздің Түркістан Қожа Ахмет Яссауи бұны жасаған себебіміз қазір біз Түркістан облыс болғалы бері соған арнап жасадық. Бұны да кеуірттің шиімен жасағанбыз. Оқушылармен бірге қосып. Бұған 1867 шидің коробкасы кетті. Бұған 3 ай еңбегіміз кетті. Мұны өйстіп оқушылармен бірге жасаған жұмыстарымыз. Біраз нелерге көрмелерге бардық, орын алдық. Әр оқушының өзінің жұмыстары бар. Сыныпқа енген бойда тігінші қыздар да өнерлерін жасырып қала алмады. Бірі тігін машинасына тігіс тіксе, енді бірі оюдан өрнек құрап, көрпе тігіп, құрақ қаптау секілді сан алуан жұмыстарын қыр-сырын жетік игеріп алған. Қылқалам шеберлерінің қаламнан туындаған әрбір бағалы бұйымдарын байқауларға қатысып, жүлделі орындарды еншілеген екен.
келесі жұмысымыз бірінші біз негізі мольбертімізді біз өзіміз осы мектептің несінен қарышынан жасағанбыз өзіміз жасап алып. Неге? Өйткені қазір біздің оқушыларымызда мына сурет сабағында мына мольбертке қалай салу керек, оған қалай бояу, соны үйретеміз. Келесі жұмыс мына фетрамен істеген жұмыстар. Бұл киізден жасалады. Негізі балды бұл істемес бұрын біз бірінші оқушыларға түсіндіріп кетеміз. Бұл қойдың терісіне, жүнінен оны қырқып аламыз, одан кейін оны жуамыз, одан кейін оны бояймыз, бояп кейін бұны киіз басамыз дейміз. Бұның бірақ ең оңай істеуі бұл жолы, бұл тез табылатын материал. Бірақ фетран негізі бұның бастамасы бұрын біз бірінші қағазға түсіріп аламыз, планшетіміздің размерін аламыз, одан кейін оны алып болған кейін қағаз бетіне сызамыз, сызып болған кейін біз оны фетран бетіне немен фольгамен басып түсіреміз. Басып түсіріп болған кейін біз оны қырып болған кейін бұның өзінің клейі бар, ыстық клей деген, пуба клей бар, сол клейлермен жұмыс жасаймыз. Бірақ бұл жұмыстарымызда біраз нелерге, көрмелерге барған. Бұның бәрі өзі біз кейбіреулерден өзіміз ойымыздан шығарамыз. Бірақ картинкадан көреміз, бірақ бәрін термейміз біз. Біз өзіміз ар жағын өзіміз ойымызбен жалғастырып қосамыз. Бірер сәттен кейін қолөнер көрмесіне қолқа салып көрген бұйым жұрт қызушылығын аяқтап, мектептің акт залына қарай бет алды. Енді сахна төрінде бағын сынап жүрген саңлақ әншілердің өнерін тамашаладық. Сахна мәдениетін жетік меңгеріп үйренген оқушылардың тамаша дауысы, музыка ырғақтары, көмеден шыққан күмбірлі қоңыр үні бір-бірімен үйлесім тапқандай. Сахнаға әр беріп тұла бойына қан жүгірткен бишілердің өнері ерекше болды. Өнер ордасымен қызықты. Кеш соңында мектеп басшысы еңбегімен ерекшеленген ұстаздар мен өнер иелерін арнайы марапаттады.